Қызылорда қаласы Наурыз микрорайонынан мына кереметті коттедж үйді 37 миллион теңгеге шығарып жатырмыз. Өте тамаша баға. Мына бөлікте гаражға кіретін жер бар. Есігінің алды толығымен стяжка, ағаш егетін арнайы орын бар. Еще полный есігінің алдында навес екен. Гаражымыз міне тұр. Мына жаздық терраса, ашаңда сарай, бақшаға арналған орын. Енді бірден коттедж үйімізбен танысайық кеттік. Бірінші қабаттың көрінісі, бірінші қабаттың холлы, енді тамаша қабырғалары ашық түсті обой, едені бізде паркет. Кіреберіс аймағын енді ерекше айтып өту керек. Осы кіреберіс аймағының едені кафелленген, әдемі ою-өрнегімен. Енді басты кіреберіс аймақтан бастайын. Қарашы міне, қандай енді фойе сияқты істеп қойған. Тамаша. Киім шешуге арналған аймақ. Мына бөлікте үйдің топкасы болу керек. Енді жуыну аймағына қарай өтейік. Жуыну аймағының көрінісі. Бізде бұл душевой көріп атқанымыз. Мына бөлікте үлкен өзінің раковинасы бар. Туалет орналасқан. Сөз жоқ. Ас бөлмесін қарасайшы. Ас бөлмесі тамаша екен. Осы енді мына бөлікте қазақы бөлме бар. Залы мына бөлікте. Енді екінші қабатқа қарай өтейік. Екінші қабаттан көрінісі, екінші қабатқа көтеріле беріс аймақта үлкен холл бар. Осы холлдан жатын бөлмелерге қарай өте аламыз. Енді жарықтандыруын әдемі жасаған екен. Қабырғалар обой, едені бізде линолеум күйінде. Так, жатын бөлмелерден айта кетейін, кең бөлмелер. Мысалға, мынау бірінші алғашқы хозяйская комната, жанында еще гардеробы бар екен. Әрі қарай қалған жатын бөлмелерімен танысып шығайық. Так, екінші жатын бөлме. Мықты үшінші жатын бөлме, балалар бөлмесі десек те болады. Байқасаңыздар, әр жатын бөлменің қабырғасы әр түрлі обой, бөлек-бөлек. Жақында тұрмыс құрған ба, үйге келін түскен ба, сондай болу керек. Мына бөлікте тағы да бір жатын бөлме бар. Қазір кезде енді даже қойма ретінде қолданылып отыр ғой енді. Тамаша баға, хабарлас.